Мен Зерек Адерхан. Сіз менің авторлық медитациялар мен техникалар жиналған каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз өзіңіздің қалаған автокөлігіңізді өміріңізге енгізу атты медитацияны жасайтын боламыз. Өзіңізді жайлы сезініңіз. Қарбалас тіршіліктен алыстап, жалғыз өзіңіз қалып, тыныш жерге орналасыңыз. Арқаңызды тіреп, аяқтарыңызды созып, қолдарыңызды тізелеріңіздің үстіне қойыңыз. Мұрынмен ауаны терең жұтамыз. Ауыз арқылы ауаны шығарамыз. Тағы да қайталаймыз. Мұрынмен ауаны жұтып, ауыз арқылы осы ауаны шығарамыз. Көңіл күйіңізді дәл қазір автокөлігіңіз бардай сезініңіз, қуаныңыз. Елестетіңіз, сіз ұйқыдан тұрып, терезеге қарай бет алдыңыз. Көздеріңіз өзіңіздің сыртта тұрған автокөлігіңізге түсті. Оған қарап сіз жымидыңыз. Өзі сондай әдемі, мықты болып тұр. Сіз автокөлігіңіздің пультін алып, сыртқа шықтыңыз. Көлігіңіз сізді күтіп тұр. Қасына жақындадыңыз. Қолыңыздағы пультпен ашылу батырмасын бастыңыз. Көлігіңіз сізге фарымен жарқ етіп, есіктері сырт етті. Сіз есігін ашып, жүргізуші креслосына орналастыңыз. Рульді екі қолыңызбен ұстап, сипап, көлігіңізбен амандасқандай болдыңыз. Жаныңыздағы креслоға қараңыз. Ол жерде кешеден қалып қойған майда заттарыңыз жатыр. Ол блокнот, ручка болуы мүмкін. Ортасында, консольда сіздің сүйікті сусыныңыз тұр екен. Көздеріңізді төбеге көтеріп, айнаны ашып, өзіңізге қарап жымидыңыз. Салонның иісін сезініп отырсыз. Сондай күшті, өзіңізді жетістікке жеткен жан ретінде қабылдаудасыз. Төбесінде, айнаның жанында, ортасында орналасқан футлярды ашып, ішінен өзіңіздің очкиіңізді алып, айнаға қарап кидіңіз. Сол қолыңызбен жаныңыздағы қауіпсіздік ременін тартып, оң жақтағы ұстағышқа қыстырдыңыз. Рульдің оң жағында орналасқан push-start кнопкасын басып, көлігіңізді оталдырдыңыз. Үлкен экран қосылып, музыка ойнап бастады. Сіз өзіңіздің ұнайтын радио толқынына ауыстыңыз.
Көздеріңіз алдыңыздағы спидометр орналасқан экранға түсті. Жап-жаңа көкшіл түсті сандармен жарқырап тұр. Жаймендеп оң жақ шетте орналасқан газ педалін оң аяқпен бастыңыз. Көлігіңіз орнынан қозғалды. Керемет сезім. Спидометрде 20 деген жылдамдықты көрсетіп тұр. Басты көшедегі жолға шықтыңыз. Өзіңізді еркін сезінудесіз. Светофордың алдына келіп, ортасында орналасқан тормоз педалін жаймен аяқпен бастыңыз. Светофорда қызыл жанып тұр. Алдыңызда пешеходтан адамдар өтіп жатыр. Светофорда сары түс жанды. Аяғыңызды жаймендеп оң жаққа бұрып, жасыл светофор жанған кезде газ педалін ақырын бастыңыз. Керемет еркін сезімдесіз. Өзіңізге ұнайтын музыканы қойып, ән салып, жолда келе жатырсыз. Міне, осындай жеңіл, еркін сезімде өзіңіздің алғыңыз келіп жүрген автокөлігіңізге визуализация жасайтын болсаңыз, сіздің миыңыз оны жақсы қабылдайтын болады. Бұл медитация төп санаға арнайы техникалар мен сөздер арқылы жазылған. Осы медитацияны 21 күн бойы үзбей жасайтын болсаңыз, сіздің визуалдық қабілетіңіз ұлғайып, төп санаңыз санаңыздағы қалауларыңызға келісіп, берілетін болады. Ал ол дегеніміз сіздің қалауыңызға ешқандай кедергінің болмауы. Біздің санамызда қойылған мақсаттарымыз төп санамызбен ұштасқан кезде барлық мақсаттарымыз орындалады. Каналға тіркеліп, реакция қалдыруды ұмытпаңыз. Өзіңіз қандай автокөлік алғыңыз келетінін комментарийге жазып кетіңіз. Жазылған нәрсе міндетті түрде орындалады. Алдағы уақытта басқа да армандарыңыздың тез орындалуына арналған техникалар мен медитациялар шығатын болады. Келесіде жүздескенше.